Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгін осындай өте дәмді кекс дайындайтын боламыз. Менімен бірге бұл видеоны соңына дейін қараңыздар. Кексімізді дайындау үшін ең алдымен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызға құмшекерді қосып араластырамыз. Одан кейін ванильный сахарымызды саламыз, оны да жақсылап араластырып аламыз. Және де 3 жұмыртқамызды салып, оны да араластырамыз. Бұл дайын болған қоспамызды қоя тұрамыз. Одан кейін мейізімізге қайнап тұрған ыстық су қойып қоямыз. Бағанағы қоспамызды одан әрі қарай жалғастырып араластыра береміз. Одан кейін ұнымызға разрыхительді қосып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы сұйық қоспамызға қосып араластырамыз. Ұн қосылған қоспамызды әзірше қоя тұрамыз. Ендігі кезекте мейізімізді ыстық судан алып, салфеткаға салып, құрғатып аламыз. Салфеткамен құрғатып алғаннан кейін, оны ұнды қоспамызға салмас бұрын мейізге бір қатсық ұн қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ана қоспамызға қоса беруге болады. Негізгі қоспамызға мейізді қоспас бұрын миксермен жақсылап іртіктерін езіп аламыз. Одан кейін мейізімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Енді дайын болған массамызды арнайы формаға құйып, жақсылап қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Кекстің пісу уақыты ұзағырақ, 160 градуста 80 минутта пісіріп аласыздар. Көтеріліп, өте жақсы болып піседі. Сіздер кез келген формаға салсаңыздар болады. Менде өзімде осындай арнайы форма бар. Сондықтан осыған салып пісірдім. Сіздер қалаған формада пісіріп алуға болады.
Мінекей біздің кексіміз шықты, ыстықтай болып тұр, күшті болып көтерілді. Қазір арасын кесіп көрсететін боламын. Мінекей кексіміз дайын, ас болсын.